әйтеуір балам үйренсе екен. Келінімді келінім демеймін, қызым деймін. Қызым болады, өйткені ол менің. Жағдайын жасайым. Мына енемнен қалған жүзікті сол келініме тағам. Үйдің тірлігіне көмектесем, немерелерді бағам. Әйтеуір балам үйленсе болды деп армандап жүрмін. Осы үйдің королевасы болады. Осы үйді тапсырам. Қалай түседі сол күні осы үй соңғы болады. Әйтеуір бір бұрышта орын болса болды. Отыра берем ғой өзіммен өзім. Мазасын алмайым келіннің. Келінге сөйлегендерді жүда ұнатпайым. Несі бар ол келінде? Ол да біреудің мәпелеп отырған қызы ғой, дұрыс па? 12-де тұрады. Қарамайды келін бізге. Не қажет бар бізге ондай келіннің? Немере бақпаймын мен. Жоқ, немере бағатын мен денсаулығым жоқ. Белім ауырады, аяғым ауырады. Өзі туды ма, өзі бақсын. Маған ақшасын бермейді. Қанша айлық алатынын білмеймін. Неге бармағды келіннің? Жағдайымды жасамаса, қолымды ыстық суға малымаса, мына үйді де арттарына аудармайым. Жоқ, қажет емес. Мен жүзігімді берем деген едім, бермеймін оған. Одан да қызыма бермеймін ба? Жетісіп қапты келінжан.